Қызыл көйлек, жылтыр көйлек. Жылтыр көйлекке жігіт бекер жүгіріп келген жоқ қой. Бәріміз қалдық қой. Прическада қалды, нәбіреуде қалды. Мына жылтыр көйлек тартып алды. Алып кетті. Жарайды онда. Бүгін бір керемет отырыс болып жатыр. Енді осы бүгінгі мына ескі жылымыз есіркеп, жаңа жылымыз жарылқап, Алла қаласа міне бір аттам ғана жерге уақыт қалды бір жаңа жылға. Сол жаңа жылымыз құтты болсын. Осы дастарханның бәрін ұйымдастырып, шыр-пыр болып жүгіріп жүрген есімді саған. Шындаған. Сюрприздеріміздің барлығын, ауқатымыздың барлығын дайындап, осындай бізді керемет Думан ресторанында қарсылығымызды керемет жақсы официанткаларда күшті екен, отырған жерімізде жақсы, караоке, дастарханымыз да богатый. Енді келесі жылда осындай тоқшылық жыл болсын. Айтқан кез. Әмин. Жұртымыз тыныш болсын. Мына құрметпен тос беріп атқан біздің жалдап алған кәдімгідей анау-мынау қазақтың теңгесі емес, орыстың рубль емес, долларға жалдаған тамадамыз не деген сөз. Өзі қанып тұр енді. Керемет енді. Бәрімізге теңеулерін айтып, бұның бәрі аяқ астынан шығып атқан жоқ, жүрегінен шығып жатыр деп қабылдаймыз. Осы тіл майың, тіліңнен майы тамып, бізді ылғи осындай жоғары дәрежеде көрсетіп, сен де ертең Құдай бұйыртса сәулені ұзартып, сол кезде шетімізден тамада болып, сенің артында жүгіріп жүрейік, сол қуанышыңды бөлісейік, жақсылық болсын. Мінекей ана ауыл, мен ауылдамын, алыстамын деген жоқ, Гүлекеміз бүгін ортамызға келіп отыр. Үлкен рахмет саған. Сен жіберген тәуекелге рахмет. Ортамызға осы келдің ба, жеттің ба деп хабарласып жатыр, бала шағамыз.